Сәлем достар, міне күн жылынды, енді салқын көже ішкіміз келеді. Мен бүгін овсянкадан көже жасап жатырмын. Бұл тез дайын болатын көже. Су құйып, газға қойып, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Мен газымда ұмытып кетіппін, бәрі тасып кетті қазаным. Енді салқындатып аламыз. Салқындағаннан кейін барып, жаңағы айранымызды немесе езілген қатықты құйып, холодильникке қойып қойсақ, керемет бір көже болады. Міне мен айран құйдым. Қатық жоқ болған себепті фотомастердің қатық сияқты қышқыл айранын үстінен тағы да құйдым. По-турецки дейді міне айран. Енді қатық езіп құйған жақсы, сонда қышқыл көжеміз керемет көже болады. Енді тұзын татытып саласыздар. Соны ыдысқа құйып, холодильникке қойып қойсаңыздар, салқын керемет көже болады. Бұл енді уақыты жоқ адамдарға, жаңағы перловка пісіріп немесе бидай көже пісіріп жатқанға, уақытысы жоқ адамдарға, мынандай көже жасап қойған тез жұмыс істейтін адамдарға. Бұл видео ұнаса, менің каналыма жазылыңыздар.